Сәлем қыздар, біз бүгін пигуди жасап үйренеміз. Пигуди жасау үшін бізге керек жылы су, жылы суға дрожжи қосамыз. Оған кішкене сұйық майымызды қосамыз. Барлығын көз мөлшерімен алдым мен. Сосын кішкене тұзымызды қосамыз, шым тұз. Барлығын араластырып, жақсылап араластырып алғаннан кейін оған ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дрожжевый қамыр. Қамырымызды жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Бір басып аламыз көтерілгеннен кейін. Қамырымыз 2 рет көтерілгенде әдемі піседі. Енді фаршымызды дайындап аламыз. Қамырымыз дайын болғанша оған фаршқа пиязымызды, тұзымызды, қара бұрышымызды қосып араластырып қоямыз. Енді дайын көтерілген нанымыз қолымызға май жағып алмасақ, қамырымыз қолымызға жабысып қалады. Өстіп столдың үстіне үзіп қойып аламыз бір келкі мөлшерде. Астына сұйық май жағып қоямыз, әйтпесе қамырымыз дастарханымызға жабысып қалуы мүмкін. Өстіп бір келкі мөлшерде. Енді дөңгелек қамырымызды қолымызбен басып жайып, одан кішкене мынандай пирожки сияқты қылып өстіп пигудимізді жасаймыз. Жаңағы қысып жабыстырған жағымызды астына қаратып саламыз, өйткені ашылып кетуі мүмкін. Өстіп жасап алған пигудиларымызды қазанымызда қайнап тұрған суымызға 20-30 минутқа пісіреміз. Міне пигудиміз дайын, қыздар ас болсын.